Сәлем достар, сіздермен бүгін саңырауқұлақтармен осындай ерекше әдемі салат дайындайтын боламыз. Ол үшін балғын қиярымызды осылай ұзынша етіп турап, оның үстіне туралған ас көгімізді салып, зәйтүн майын құйып, шым-шым тұз сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бізге керегі осындай кішкентай тұздалған шампиньондар. Соларды дәл видеодағыдай тәрелкеге осылай тізіп шығамыз. Енді осы шампиньондарымыздың үстіне жаңағы қиярымызды салып шығамыз. Майонез жағамыз. Оның үстіне суға пісіп ұсақтап туралған тауықтың төс етін салып шығамыз. Және тағы да майонез жағамыз. Суға піскен сәбізді күштен өткізіп жаңағы тауықтың үстінен сеуіп шығамыз. Азғантай тұз сеуіп, тағы да майонез жағамыз. Енді осы сәбіздің үстінен үккіштен жұмыртқаны өткізіп саламыз. Тағы да шым-шым тұз сеуіп, майонез жағамыз. Ең соңында суға піскен картоптарымызды үккіштен өткізіп, жаңағындай тұз сеуіп, үстінен майонез жағамыз. Енді келесі екінші тәрелкені алып, жаңағы салатымызды керісінше аударамыз. Сонда біздің жаңағы салған саңырауқұлақтарымыз үстіне шығып, осындай түрі әдемі, ерекше салат пайда болады. Жан-жағына осылай қиярды тізіп шықсаңыз, тіптен әдемі бола түседі. Сонымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.